Пожалуйста, охрана, заберите его, брат, бетбақ дейтін ауылдың әкімімін, ақтаудың администраторымын. Осылай келген қонақтарды күтіп алып, кішкене көңілдерін көтеремін ғой. Үйге жүріңіздер, если что деген ғой, жұмыртқа пістеп берейін сияқты. Әзілдеп жатырмын, брат. Все, смело. Жұмыртқа болса да барамыз, құдай қаласа. Давай, тез түсіңдерші. Шаршап тұр просто. Яғни сен ұйымдастырушысың ғой да. Келесі ұйымдастырған кезде, енді мен бір тық жіберсең да ішіне. Болмаса отказ ұйымдастырмайсың. Сахна жаққа бара алмайтын да, сендермен бірге шығып кетсең да, билеп примерно. Примерно көрсетіп жіберсеңдер, өзім үйреніп аламын. Сахнаға шығу керек болды. Тәуекелмен суретке түсем керек еді. Қалайсың, брат, амансыздар ма? Ё-мое, сен танимын ғой, брат. Сен әндерің бар ғой, ё-мое, ана Қызыл өрік деген әнің бар, ана аспанға қараймын деген әндерің бар. Брат, мен Калимын ғой, Кали. Кали? Я басқа өлең айтамын. Қызыл өрікті басқа кісі айтпай ма? Сен айтпайсың ба? Мен айтпаймын да. Қой, сен айтасың ба? Брат, мен орысша өлең айтамын. Орысша? Взять. Красный абрикос деген ол емес та? Брат, ренжімейсің. Мен осы Ақтаудың администраторы боламын айтпақшы, өзім таныстырып кетейін. Есімім Самат Есен. Сіз ба ұйымдастырып жатқан? Менен рұқсат сұрап ұйымдастырып жатыр ғой бәрі. Көңіл күйін көтерген жақсы көремін да. Брат, өлең айтып мен енді шығып бара жатырмын, сен жаңа көрмедің. Жоқ, тыңдашышы қазір көңіл күйін көтеремін. Баяғыда ата мен әже болған ғой, сиыр болған екен. Сөйтіп әжеміз барып постоянно сиыр сауады екен ғой. Брат, бір күні барып әже сиыр сауатқан ғой. Бля, долбоеб, қумашны.